Сәлем everybody. Мына біздің Орал қаласында негрді көру бұл бір чудо. Почти бізде негрдің жоқтың қасы ғой. И жақында бір нағашымның баласы екеуміз жаңағы паркта отырдық, облыс полкомында жаңағы главный проспектте. И тап алдымыздағы лавкаға бір негр келіп отырады ғой, кәдімгі черный негр ғой. И жаңа нағашымның баласы екеуміз қарап отырдық, сосын нағашымның баласы айтады маған: осы білесің бе, негрлардың 3 жері ақ болады дейді. Білесің бе, қай жерлер дейді. Мен айтам, жоқ, тісі шығар, тек қана басқа ақ жердің қай екенін білмеппін. Ал айтшы десем, бірінші тісі дейді, екінші мына алақаны дейді, алақаны. Үшінші хозяйны дейді. Мен айтам, қумаш ена, қайдағы хозяйны? Бұлар уже қазір свободный адамдар. Хозяин деген жоқ қазір. Рабство кетті ғой баяғыда. Ал мына алақанның ақтығы, енді бұған сенбеймін ол. Алақан ақ болу мүмкін емес. Қалай ол бүкіл жері қап-қара болып алақан ақ болады дейді. Ол айтады, спорласақ кел дейді. Сөйтіп екеуміз 2000-ға спорластық. И енді білу керек қой енді, алақан ақ па, ақ емес па. И сосын ана негр отыр ана жерде. И мен кішкене енді ағылшынша сөйлеймін. Қасына бардым. Қасына барып, hello, how are you деп көрісіп, сосын жаңа алақанына қарап тұрмын ғой. Кәдімгідей алақаны, мына алақаны әппақ, кәдімгі ақ. Мына аяғы да әппақ. Как будто бір-біріне былай терет етіп, или бірдемеге ұстап бір терет етіп саған сияқты ғой. Әппақ екі алақаны. И негрда бет менің көзіме қарап тұрып, қарайды да, типа түсінген сияқты мен оның алақанына қарап тұрғанын. Сосын жаңа айтады маған: если что дейді, менің тағы бір жерім ақ дейді. Көрсетейін ба дейді. Мен ойлап қалдым, егер де алақаны, екі алақаны әппақ болса, тағы басқа қай жер ақ болуы мүмкін, ол қай жерін терет ететіні. Айттым, жоқ, көрсетпей ақ қой дедім. Ол да түсінген сияқты менің қай жерде ойлап тұрғанымды. Ол айтады, жоқ, ол жерім емес дейді. Кел, мен саған көрсетейін деп. Отыр ғой енді, отырғаннан кейін бүйтіп аяғын шешті бір кезде. Аяғын шешіп бір кезде нәскиін шешті. Нәскиін шешті де бүйтіп өкшесін көрсетеді, өкшесін. И өкшесі ақ қой кәдімгідей. Кәдімгідей ақ, негрдің өкшесі. Анау кәдімгі удивление, алақан ақ и өкшесі ақ. Сосын жаңағы ары қарай енді не үшін ақ екенін сұрауға ағылшыншам жетпеді енді. Сосын просто сұраймын енді, қаяқтансың, where are you from деп. Сосын айтады, қаяқтан деп ойлайсың дейді. И мен бастадым ғой жаңағы Африканың елдерін айтып. Сенегал, Камерун, Тонга, Конго, Танзания десем, ол айтады, стоп дейді. Сен неге Африканың елдерін айтып жатсың дейді. Енді десем, мен деген европейцпін, французбын, Парижданмын дейді. Сосын жаңа қайтып келдім жаңа нағашым баласы отырған жерге, қарама-қарсы лавкаға. Нағашым баласы айтады, не екен, кім екен бұл дейді. Мен айтам, бұл деген Петронас компаниясының орталық Азиядағы директор екен. Қойш, мен бұны бір сутенер или наркокурьер ба деп ойласам. Мен айтам, қойна. Мен постоянно бұл тек қана фильмдерде көріп, негрдің бәрі сондай не ойлайсың ба? Сөйтіп, алақаны қалай екен дейді, алақаны ақ екен деп, кәдімгідей 2000 теңге бердім, ұтылып қалдым енді. Сосын 2000 теңгені алды да, айтады, қазір мен ана дүкенге барып келейін, жейтін бірдеме алайын дейді. Жақсы, алып кел дедім. Бір кезде шығып кетіп бара жатқанда есіме түсіп кетті. Тоқташ, мында кел дедім. Не болды? Только банан алып қалып жүрме тек. Енді не алайын дейді. Мен айтам, бір сытный бірдеме алсайшы, бір тоятындай. Содан жаңағы кетті, и бір келді бір кезде, пакет алып келген, пакет. Пакеттің ішінен шығарды, нарезной нан, жаңағы майонез, и мынандай бір палка, колбаса алып келген ғой. Еще колбасаны бүйтіп шығарып тұр ғой, міне. Мен айтам, хотя бы колбасаны бүйтіп кесіріп алып келмейсің бе? Осылайда екеуміз кесіп аламыз ғой, бөліп аламыз ғой.
хотя бы осы жерде бүйтіп колбасаны бүйтіп шығару керек пе еді? Онда тұрған не бар, мен түсінбедім сені. Түсінбесең жақсы, ладно, түсінбей ақ қой. Иә, мына 3-4 жыл бұрын Ақжайық деген футбол клуб бар Оралда. Сол футбол клубта жұмыс істегем. Сол кезде бір негр ойнады бізде, Ақжайық футбол клубында, кәдімгі африканец. И мынандай бір стереотип бар ғой, жаңа негрлардың бір жері үлкен болады деген. Сол енді ана африканец бізде ойнайды, күнде жаңа саунаға, душқа түседі. Сол идея маған қызық болды кәдімгі, шынымен солай ма екен деп. Сол кезде ғой енді Ақжайықта жүргенде мен бір айдай жұмыс істедім сонда. И ана жігіт тренировка болады, сағат 6-да тренировка бітеді, и саунаға кетеді. И мен соны қарап тұрамын да, именно сол уақытта бірге саунаға барамын ғой мен. Иә, шешініп кіріп кетеді, и мен де кіріп кетемін артынан. Сөйтіп 3 күн жүрдім артынан. Бля, не? Трусиін шешпеді. Иә. Содан енді до конца енді қарайын дедім. Содан енді күнде жаңа қарап тұрам терезеден. Тренировка бітеді, кіреді, артын шауып кетемін. Сөйтіп 10-шы күні бірге кірдім. Бірге кіргеннен кейін жаңа негр айтады маған. Сен не именно мен кіргенде кіресің? Постоянно менімен бірге түсесің. Или мен саған ұнап жүрмін ба? Если что, ұнап жүрсем, кел, не? Осы жерде бас жіберейін дейді. Мен айтам, ол не дегенің? Ешқандай ұнап жүрген жоқ. Бұл бір совпадение ғой именно. Сен шыққан кезде мен де бірге шығып қалып тұрмын ғой, екеуміз постоянно бір уақытта шығып қалып тұрмын. Олай деп, қалай ол совпадение? Постоянно бір уақытта. И то мен понимаю, мен тренировка жасап терлеп душқа кірем. Ал сен терлемейсің, офиста отырасың. Саған не керек душқа түсіп дейді? Соны мен айтам, шын айтайын, мен сенің бірдемеңді білгім келіп жүр, көргім келіп жүр дейді. Ол айтады, нені көргім келіп жүр? Мен енді ана жерде енді айтайын десем біртүрлі, сосын айттым, не, сенің английский уровеніңді білейін деп едім. Иә. Енді басқа амал болған жоқ. Сөйтіп, сол ситуация бір ай созылды ғой. Бір айдан кейін мен жұмыстан шығып кеттім. Бір ай бойы артынан күнде кіріп жүрдім. Ақыры ана негр трусиін шешпеді. Иә. Енді қазіргі цель келесі жылы Африкаға тур алып қойдым. Бұл целімнен қайтпайын деп тұрмын енді. Африкаға барып, общебанияға барам ба деп отырмын. Сау. Лайк, коммент, шер сізден, жақсы көңілге менен.